Менің есімім Нұрсан Мәрзе, Қайын орта мектебі бақшасы коммуналдық мекемесінде математика пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Біліктілік санатым педагог сарапшы. Авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушыларға математиканы инновациялық бағытта жетілдіре оқыту. Яғни бұндағы мақсатым оқушыларға математика ғылымының әмбебап тілі ретінде құбылыстар мен процестерді модельдеу құралы екенін түсіндіру. Оқушыларда математиканың идеялары мен әдістері туралы идеяларды қалыптастыру. Оқушыларда математикалық логикалық ойлауды, кеңістік қиялды, алгоритмдік мәдениетті кәсіби қызметке, сондай-ақ жоғары оқуларына кейінгі оқуға қажетті деңгейде сыни ойлауды дамыту. Оқушыларға күнделікті өмірде қажетті математикалық білім мен дағдыларды меңгерту. Оқушыларда математика арқылы тұлға мәдениетін қалыптастыру. Оқушыларда математикалық білімді дағдыларды игерту. Бұндағы міндетім оқушыларға математиканың ғылыми техникалық процесі үшін маңыздылығын түсіндіру. Оқушыларға математиканың даму тарихымен таныстыру арқылы жалпы адамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде математикаға деген көзқарасын қалыптастыру. Оқушыларға математиканың негізгі міндеті арнайы математикалық дайындықты қамтамасыз ету, яғни оқушыларды жоғарғы оқу орындарында кәсіптік даярлау және білім беру жалғастыру үшін қажетті математикалық білімдермен және дағдылармен қаруландыру. Оқушыларға ақыл-ой, шығармашылық іс-әрекетін жалпыланған тәсілдермен меңгерту. Күтілетін нәтижелер оқушылардың көп деңгейлік тапсырмалар бейімделу бағдарламаларында шағын топтық жұмыстар арқылы өз қарқынымен деңгейінде оқиды. Оқушылар проблемалық оқыту және жобалық жұмыс, сыни инновациялық тәсілдер арқылы ақпаратты талдауды үйренеді. Оқушылар математикалық тәсілдерді тез табуды үйренеді. Оқушылар әртүрлі математикалық әдістер мен тәсілдерді сыни тұрғыдан бағалау қабілетін дамытады. Оқушылар өз әрекеттерін негіздеуге үйренеді. Оқушылар болжамдарға сұрақ қойып, негізделген қорытынды жасайды және көп деңгейді тапсырмалар бейімделу бағдарламаларын шағын топтық жұмыс арқылы өз қарқынымен деңгейінде оқиды. Оқушылар проблемалық оқыту және жобалық жұмыс сияқты инновациялық тәсілдер арқылы ақпаратты талдауды үйренеді. Оқушылар математикалық шешімдерді тез табуға үйренеді. Оқушылар өз әрекеттерін негіздеуді үйренеді. Бұл авторлық бағдарлама 34 сағаттық қымыржымен жоспарланған. Яғни бұнда бірнеше жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы компьютер, проектор, интерактивті тақта арқылы жұмыс жасаймын. Сол жұмыс жасауға ыңғайлы және сілтемелер арқылы тапсырмалар орындауға сондай бағытта жоспарланып құралды. Бұндағы әдіс-тәсілдер, мысалы үшін Wordпен топқа бөлу үшін Stopwatch платформасын қолданып, және де оқушыларды неғұрлым көрнекіліктер, мысалы үшін гүлдердің әртүрлі түрлерін әртүрлі сабаққа пайдалану арқылы соңғы кері байланыс жасап, оқушылар яғни рефлексия жасай алады. Осы тақырыпты пайдалана отырып, мектеп ішінде геометриялық фигураларды қасиеттері тақырыбында оқушылар арасында мектеп әріптестерімен бөлісіп, бірнеше ашық сабақтарын өтіп жүрмін, яғни әдістермен бөлісіп жүрмін. Назарларыңызға рахмет.
Болдыңыз ғой, иә? Келесі әріптесіміз бастай берсек, 5 минут ровно. Жазыбаева Нургүл, Жақсы. информатика пән. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Көрініп тұр ма менің слайдым? Жақсы. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Мақаншы ауданы Көктал орта мектеп бақшасының информатика пән мұғалімі Жазыбаева Нургүл. Педагог өтілім 19 жыл, педагог сарапшы. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы Scratch бағдарламасында ұлттық нақыштағы жобаларды құрастыру. Бұл негіз авторлық бағдарлама 5-6 сыныптарға арналған. Негізгі өзектілігі Scratch бағдарламасында ұлттық нақыштағы жобалар құрастыру факультатив курсы бағдарламасы 5-6 сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама аптасына 1 сағат жоспарланған. Бұл бағдарламада жаңағы қысқа мерзімді жоспар, күнтізбелік жоспар, жаңа дидактикалық тапсырмалармен құрастырылған. Жалпы білім беретін орта мектепте цифрлық сауаттылық және информатика пәндерінің оқытылу мен ақпараттық телекоммуникациялық технология құралдарының көбеюіндегі негізгі мақсат оқушының қоршаған әлем жайында табиғи ғылыми болжамын қалыптастыру мен білімі мен икемділігін кез келген жағдайда пайдалана білетін тұлға ретінде жеке қасиеттерін ашып дамыту болып табылады. Көздеген мақсатқа жету үшін информатика мұғалімдерінің кәсіби тұрғыдан қалыптасып, ұдайы ғылыми әдістемелік тұрғыдан жетілуі қажет. Scratch сонымен қатар оқушылар модельдеуге үшін, үйрету үшін таптырмас құрал болып табылады. Информатика оқыту әдістемесі оқыту үдерісінің түрлі деңгейлерінде оқыту нысаны информатика болып табылатын және оның оқытудың ұйымдастырушылық әдістемелік формаларын қамтитын педагогикалық ғылым. Информатика оқыту әдістемесі педагогика, психология, адам физиологиясы сияқты курстармен кіріктіре қарастырылып, информатика мұғалім дайындау басты орын алады. Сонымен әр тақырыптан соң оқушылар сынақ тапсырманы орындап білімдерін тексереді. Шынында Scratch'те өздерінің шығармашылық жобаларын жасау арқылы бағдарламау негіздерін үйренеді. Scratch оқыту негізі енгізу оқушыларды бағдарламалау мен ақпараттық технология ортасы бұл оқушылар үшін қызықты бағдарлама. Бұл бағдарлама ортасында әр бала өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсете алады. Шынында Scratch бағдарламалау ортасында сіз әртүрлі мультфильмдер, ойындар, анимациялық карталар, презентациялар жасай аласыз. Жалпы Scratch технологиясының көмегімен оқушылар нені меңгереді? Бағдарламалауды үйренеді, шығармашылық қабілеттерін дамытады, интерактивтілік процесіне қатыса алады, ойындар жасайды және әртүрлі мультфильм, ертегілер жасайды, шағын жобалар жасай алады, ақпараттық қоғамда белсенді бола алады, компьютерлік сауаттылық артады. Scratch бағдарламасын жазу арқылы оқушы технология ғасырында бәсекелестік ортаға бейімделген тұлға бола алады. Курстың факультативті бағдарламасын 1 жылдық оқуға арналып жаңағы құрастырылдым. Бағдарламаның мақсаты заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың ақпаратпен тиімді жұмыс істеу дағдыларын дамыту, олардың ойлау деңгейін жобамен жұмыс істеу кезінде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін ашу, Scratch бағдарламалау ортасында бағдарламау сценарийін жасау және іске асыру бағдарламалау негіздерін меңгеру, түрлі жобаларды әзірлеуге үйрету. Бағдарламаның міндеттері болашақта сабақтар ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану дағдыларын дамыту. Scratch бағдарлама ортасында бағдарламалау кезеңінде объектілік анимация мен оқиғаларды құруды игеру, ойын ортасында бағдарламау сценарийін әзірлеу және енгізу. Енді күтілетін нәтиже ақпараттық ойлау мәдениеті қалыптасады, бағдарламалауды меңгереді, шығармашылық қабілеттерін дамытады, шағын жобалар жасай алады, ақпараттық қоғамда белсенді болады, компьютерлік сауаттылықтары артады. Енді бұл бөлім негізі бұл авторлық бағдарлама 3 бөлімнен тұрады. Жаңа ақпараттық әдістемелік бөлімінде
жаңа Scratch бағдарламасында ұлттық нақыштағы жобалар құрастыру авторлық бағдарламасы түсінік хатта көрсетілгенде мақсат міндеттер жүзеге асыруды бағытталған бағдарламада тарауларға орай алынған тақырыптар білім беру стандартына сай игеруге тиіс материалдарды қамтиды. Ал осы тақырыпты игеруде оқу барысында қолданатын инновациялық тәсілдері тақырыптарды толық меңгеруге көмектеседі. Инновациялық әдіс тәсілдер арқылы берілген тапсырмалар шығармашылығын дамытатын тақырыпқа сай берілген тапсырмалар оқушылардың даму рейтингін бақылап мониторинг жасауға көмектеседі. Мына алдарыңызда көріп отырғандай, жаңағы Scratch бағдарламасының ұлттық нақыштағы жобалар құрастыру атты 5-6 сыныптарға факультатив курсын арналған авторлық бағдарламаның күнтізбелік жоспары. Мынау қысқа мерзімді жоспар. Жалпы осы әрбір қысқа мерзімді жоспардан кейін жаңағы тапсырмалар берілген. Осы мысалға жаңа ұлттық нақыштағы авторлық Scratch'та ұлттық нақыштағы Кешіріңіз, уақыт 5 минутқа ғана берілген, 12 минут кеткенде бастаған аяқтаңыз ойыңыз. Жалпы осы авторлық бағдарламада барлық жаңа ойындардың, мультфильмдердің құру командалары көрсетілген. Жаңағы осы бойынша менің оқушыларым облыстық, аудандық, жаңағы республикалық ғылыми жобаларда 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды иеленді. Жалпы осы мектепте 5-6 сыныптарды жаңа оқытуда факультатив курс ретінде қолдануға өте қолайлы бағдарлама. Рахмет. Жақсы әріптестер, рахмет. 5 минут регламент 5 минут деп берілген. 5 минутты бір-біріміздің уақытымызды үнемдесеге 5 минут деді ме, 5 минутты аяқтайық. Келесі. Садвакасова Көктерек орта мектебі. Қосылыңыз. Нұргүл, неңізді алыпсаңыз, демонстрацияңызды. Садвакасова Көктерек орта мектебі, математика пәні. Жатырым қазір міне. Көрініп тұрма сіздерге? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Абай облысы Мақаншы ауданы Көктерек орта мектебінің ұстазы, математика пәнінің мұғалімі Садвакасова Нұрсұлу Сериковна. Менің бүгінгі авторлық бағдарламам сіздерге ұсынғалы отырған оқушыларға математиканың функционалды түрде дамыта оқыту тақырыбы аясында әзірленген болатын. Ұсынылып отырған авторлық бағдарламамда жалпы орта білім беретін мектептердегі оқушыларды математика пәні арқылы дамытуға даярланған педагогикалық көмекші құрал ретінде элективті курс әзірленген. Математика тек есеп шығару құралы емес, ол нақты өмірлік мәселелерді шешудің құралы. Бағдарламада оқушылар функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырмалар арқылы білім алады. Мақсаты математикалық білімді өмірмен байланыстыра отырып, оқушылардың ойлау, талдау және нақты жағдайда шешім қабылдау қабілетін дамыту. Математикалық ұғымдарды визуализациялау және олардың қасиеттерін зерттеу үшін модельдер мен модельдеулерді қолдану туралы түсінік қалыптастыру. Қазіргі заман талабына сай білім беру жүйесінде басты мақсат оқушыны тек біліммен қаруландыру емес, сол білімді өмірде тиімді қолдана алатын, ойлай білетін, анализ жасай алатын тұлға ретінде қалыптастыру. Математика тек есеп шығару құралы емес, ол нақты өмірлік мәселелерді шешу болып табылады. Демонстрациядағы нелеріңізді ауыстырып отырсаңызшы. Бағдарламада оқушылар функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырмалар арқылы білім алады. Бағдарламаның міндеттері функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған. Оқушылардың практикалық дағдыларын жетілдіруге арналған сабақтардың құрылымдары оқушылардың өмірге бейімделу қабілетін арттырып, білім берудің сапасын жаңа деңгейге көтереді. Осы тұрғыдан алғанда функционалды оқыту ең өзекті әдістердің бірі болып отыр. Функционалды оқытудың мәні теориялық білімді нақты жағдаяттармен байланыстыру.
Мысалы, пайыздық есептерді тек жаттап емес, күнделікті өмірде несие, салық, жеңілдіктер есептеуде қолдануға бағыттау. Яғни, әрбір математикалық ұғым оқушы санасына мәнге ие болып, өмірге қажеттілікке айналу керек. Сонымен қатар, мен авторлық бағдарламамда ұсынылып отырған әдістерге тоқталсам, кейс әдісі. Ол кейс әдісі оқушыға шынайы өмірлік жағдай ұсынады. Мысалы, отбасы бюджетін жоспарлау, сатып алу, тиімді жүргізудің басқа да әдістерін көрсетеді. Екінші, жобалау әдісінде оқушылар шағын жобалар дайындайды. Мысалы, менің бизнес идеям, үйді жөндеуге кететін шығын есептеу секілді тапсырмалар. Үшінші, ойын элементтері. Бұнда математиканың қызықты әрі креативті түрде меңгерту үшін түрлі логикалық рөлдік ойындарды қолданамыз. Төртінші, ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Бұл, яғни цифрлық ресурстарды пайдалану, интерактив тақта, мобильді қосымшалар, калькулятор, графикалық программалар арқылы оқушы ойлау көкжиегі кеңейеді. Оқыту әдістерінің тиімділігі міне пайызбен көрсетіліп, осылай сапасын бәрін шығарып қоямыз. Функционалды дамыта оқытудың негізгі принциптерін қолдану арқылы оқушы тек білімін емес, өмірге бейімделу қабілетін дамытуға болады. Бұл оқыту қызықты және мазмұнды әрі мәнді болып табылады. Осы бағдарламада кездесетін қымыжыларымыз біздің осы бағдарламаларды біз жәнегі басылымдарға шығару алған біздің менің дипломдарым мен марапаттарым. Қорытындылай келе, функционалды оқыту бұл жай ғана әдіс емес, ол оқушының өмірге бейімдеу жолы. Бүгінгі оқушы ертеңгі кәсіби маман, ата-ана, кәсіпкер. Сондықтан оларды тек біз есепке ғана емес, өмірлік дағдыларға үйретуіміз басты міндетіміз деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі әріптесіміз. Мақаншы ауданынан бір мұғалім қалды ғой, Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен дайын тұрмын. Рамазанова Динара Мұратовна. Мақаншы ауданы ғой, 5 минут деп әдістемеге бұрғылап жатыр ғой. Сіздерде солай ма? 5 минут регламент, Әріптестер, мен дайын тұрмын. Экран демонстрация бересіздер ма? Жақсы, енді бізде Найманбай орта мектебі Рамазанова Хасенова информатика пәні бойынша. Иә. Мен дайын тұрмын, Рамазанова Динара. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Дауысым естіліп тұр ма? Иә, даусыңыз жақсы естіліп тұр. Сәлеметсіздер ма? Мақаншы ауданы Найманбай орта мектебінің информатика пәні мұғалімі Рамазанова Динара Мұратовна. Менің авторлық бағдарламам тақырыбы жасанды интеллект адам ойын компьютерді бейнелейтін программалық жүйе. Бағдарлама 10-11 сыныптарға арналған. Күнтізбелік жоспар 34 сағатқа арналып жасалған. Бағдарламамның мақсаты оқушылардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту және ақпараттық құзырлығын қалыптастыру. Аталған авторлық жұмыс әдістемелік құрал оқу бағдарламасына негізделі үлгілік бағдарламамен сабақтастықты ескере отырып құрастырылған. Білім тәрбие беру кезеңінде саналы, дұрыс коммуникативті оқу дағдыларын жетілдіру, логикалық қабылдауды дамыту, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, пәнге деген қызығушылықты, зерттеушілік қабілетті дамытып қалыптастыруға бағытталған авторлық жұмыс, білім беру стандартын, пәндік талаптарының мазмұнын, оқыту сағаттарын курс бөлімдері арасында бөлуді, сонымен қатар пәнаралық байланыстарды ескере отырып, пәндер мен бөлімдердің зерделеудің ұсынатын тәртібіне негізделе отырып құрастырылған. Өзектілігі тақырыптың
оқушыларға жасанды интеллектінің теориялық негіздерін, оның жұмыс істеу қағидаларын және нақты қолдау салаларын меңгерту. Сонымен қатар, бұл құрал оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін және бағдарламалау машықтарын дамытуға ықпал етеді. Қойылатын міндеттері: бағдарламаны үйрету арқылы оқушылардың танымдық, біліктілік қабілеттерін дамыту, оқушылардың видеомонтаж, жұмыс жасау барысында оларды кәсіби маман болуына ықпал жасау, порталдарға қосылу кезіндегі қамтамасыз ету, жаңа қосымшалардың мүмкіндіктерін үйрену, алгоритм есептеу функциясын бағдарламалық тілі ұғымдарымен таныстыру, қарапайым және құрама деректер типтерімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін Python бағдарламалау тілінің негізі конструкцияларын оқып үйрену. Келесі, бұдан күтілетін нәтиже: файлдарды кескіндерді сақтау тәсілдерін, файл пішімін түрлендіру мәселелерін, цифрлық бейненің негіздерін, түрлі графика өңдеу бағдарламаларын және оқытылатын бағдарламалармен жұмыс жасауды біледі. Әртүрлі бағдарламалар арасында файлдармен алмасуды меңгереді. Енді бұл сабақта бағалау критерийі бойынша, бағалау критерийі оқушылардың жасанды интеллект саласында білімдерін, практикалық дағдыларын және шығармашылық қабілеттерін анықтауға болады. Бірінші, теориялық білімді бағалау. Оқушы жасанды интеллектінің негізгі ұғымдарын, принциптерін, алгоритмдерін түсінеді және оларды сипаттай алады. Екінші, практикалық бағалау. Алгоритмдермен жұмыс істеуі. Оқушы белгілі бір мәселені шешу үшін алгоритмдерін, нейрондық жүйелерді, машиналық оқыту, тағы басқаларды қолдана алады. Ал бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысы бойынша оқушы жасанды интеллектте арналған бағдарламалармен және құралдармен тиімді жұмыс істей алады. Үшінші, шығармашылық жобалық жұмыс. Жобаның идеясы және оның жаңалығы. Оқушының жобасы жасанды интеллектінің жаңа немесе қызықты аспектілерін қамтиды және өзекті мәселені шешуге бағытталған. Келесі, жобаның орындалу және қорғалуы. Жобаның құрылымы, логикасы және қорғалу деңгейі. Ол презентация жасау немесе дәлелдер келтіру. Осы бағалау критерийлері оқушылардың теориялық білімін, практикалық дағдыларын және шығармашылық қабілеттерін кешенді түрде бағалауға мүмкіндік береді. Сабақта қолданылатын әдіс тәсілдер: интернет, моноблог, электронды тақта, онлайн платформалар мен құралдар, білімленд, опик, KZ, дидактикалық материалдар, интерактивті слайдтар, визуалды карточкалар және кейс тапсырмалар. Күнтізбелік жоспары. Оқушылар шағын жобалар жасап, мысалы чат-бот құрастыру, қарапайым интеллект жүйесін жасау арқылы алған білімін тәжірибеде қолданады. Бұл әдіс оқушының шығармашылығын, өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Екінші, ойын арқылы оқыту, геймификация. Жасанды интеллект меңгеру процесін қызықтыру үшін викториналар, код жазу жарыстары, ойындар енгізіледі. Бұл тәсіл мотивацияны арттырып, білімді жеңіл қабылдауға көмектеседі. Үшінші тәсіл, жұптық және топтық жұмыс. Оқушылар топқа немесе жұпқа бөліп, ортақ тапсырмалар орындау. Мысалы, бірі дерек жинаса, екінші модель құрады. Бұл тәсіл оқушылар арасында ынтымақтастық пен коммуникативтік дағдыларды дамытады. Төртінші әдіс, кейстік әдіс. Нақты өмірден алынған жағдайлар арқылы жасанды интеллектің шешім қабылдаудағы рөлін талдау. Мысалы, ақыл-ой жүйелері, медициналық диагностика, көлік жүйелері. Бұл оқушыларға жүйенің өмірмен байланысын көрсетеді. 5 минут 30 секунд болып кетті, ойыңызды аяқтасаңыз. Жақсы, бұл бағдарламам халықаралық ғылыми білімді қолдау орталығы оқу әдістемелік кеңес мәжілісінде талқыланып, 2004 жылы 3 желтоқсанда номер 21300 хаттамасымен мақұлданып баспаға ұсынылды. Алматы зиялы баспасы 2024 100 беттен тұрады. Бұл антиплагиаттан өтті 81%-бен және бұған пікір жазылды. Хаттама берілді, құрмет грамотасы сертификатпен берілді. 6 минуттан асып кетті әріптес. Назарларыңызға рахмет, осымен аяқтадым. Регламент 5 минут деген 5 минут. Екі математика, екі информатика мұғаліміміз бітті Мақаншы. Жақсы, рахмет Мақаншы ауданы. Сәттілік сіздерге. Енді Жаңа Семей ауданы дайынсыздар ма?
Уақытымызды алмай бастай берсек. 5 минут деді, 5 минутта. Плюс-минус бір 10-15 секунд қана. Дайынбыз. Демонстрация өшірсеңіз жаңа выступать еткен мұғалім. Жаңа Семей ауданы. Дайынбыз. Жақсы, сәттілік. Дайынбыз. Даусын шығарсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Абай облысы білім басқармасы Жаңа Семей ауданы Бөкенші жалпы орта білім беретін мектебінің педагог зерттеуші математика пәнінің мұғалімі Слянова Сая Аманжоловна. Бағдарламаның тақырыбы геометрия пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін қиын есептер. Осы негізде бағдарлама мазмұнында 34 сағатқа жоспар жасалынған. Бағдарламаның мақсаты жалпы білім беретін мектептерде оқушылардың интеллектуалдық, функционалдық және рухани дамуын қалыптастыру, олардың тез өзгермелі әлемде сәттілікті қамтамасыз ететін білім алуындағы сұраныстарын қанағаттандыру, бәсекеге қабілеттіліктерін дамыту. Енді бағдарламаның міндеттері оқушының ой өрісін, іскерлік дағдысын қалыптастыру, логикалық ойлау қабілетін, шапшаңдығын дамыту, алға қойылған мақсаттарға жету жолында өз бетімен жұмыс жасауға үйрету, практикалық есептерді шешуді үйрету, стандарт емес есептерді шешу тәсілдерін қалыптастыру. Оқушының математикалық ойлау қабілетін жан-жақты дамыту, күрделі есептерді шешу жоспарларын, есептерге айналдырып шешу тәсілдерін үйрету. Бағдарламаның жаңашылдығы стандарт емес ойлауды талап ететін геометриялық есептерді тек білім дәрежесі бар оқушыларға ғана емес, барлығына ұсыну керек. Әсіресе ойлау дәрежесі төмен білім алушыларға мұндай есептер қажет. Енді оқушылар білуге міндетті: бірінші, практикалық есептерді шеше білу керек; екінші, стандарт емес есептерді шешу тәсілдерін білу; үшінші, күрделі есептерді шешу жоспарын құра білу; төртінші, күрделі есептерді жай есептерге айналдырып шеше алу. Осы негізде жаңағы күрделі есептер қамтылған. Тең бүйірлі үшбұрыштарға, трапецияларға қатысты есептер, трапецияларға қатысты есептер шешуде қосымша формулалар ұсынылған. Призма күрделі есептер алынған. Призмаға сырттай сызылған шеңбердің радиусын табуға байланысты комбинациялық есептерді шешу жаңағы осы оқыту барысында іске асырылады. Енді бағдарламаның әдістері қолданған: интерактивті оқу әдісі, талқылау, тренингтер, рөлдік ойындар, проблемалық оқыту әдісі, топтық жұмыс, талдау және рефлексия әдісі, цифрлық құралдарды қолдану, практикалық жаттығулар, жобалық әдістер. Енді бағдарлама соңында күтілетін нәтиже ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғарғы нәтиже көрсету. Енді осы бағдарлама жасау барысында оның тарату жолдары мен жетістіктері, нәтижелері алдарыңызда. Осы бағдарлама негізінде оқушыларды қосымша сабаққа дайындау барысында оқушылар жаңағы олимпиадаларда өздерінің жетістіктерін көрсете білді. Әдіс тәсілдерді қолдану бағытында жаңа оқушылармен жүргізілген жұмыстардан көрініс. Енді білім динамикасына келетін болсақ, осы негізде 11-ші сыныптарда жаңағы 70%-дан 83%-ға дейін жаңа білім динамикасы, білім сапасы көтерілді. Енді қорыта келетін болсақ, менің геометрия пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуде кездесетін қиын есептер тақырыбындағы авторлық бағдарламадағы көшбасшылық ойларының қалыптасуы мен дамуына
оқушылардың бәсекелестікте білім мен біліктілікті дағдыны терең меңгеру үшін мен өз мектебімде не істеуім керек деген ой түрткі болған. Бұл ойларды жүзеге асыру бағытында мен геометрия пәнінен ұлттық